Қайырлы күн достар. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, отбасыларыңызға бақыт, береке алып келсін. Дастархандарыңыздың көркін ашатын, осындай шырша салатын сіздерге дайындап көрсетеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай. Бізге қажет ингредиенттер тауықтың еті, алма, киви, сыр и жұмыртқа керек болады. Тауықтың етін өздеріңіз турап аласыздар алдын ала. Сосын соны қойып аламыз тарелкамызға. Шыршаның бейнесін салып үстінен майонезді жағып шығамыз. Жақсылап жағыңыздар, тауық құрғақ болады, сочный болу үшін. Сосын үстінен жұмыртқамызды, екінші слойға жұмыртқамызды қойып аламыз. Сосын үстінен майонез. Шет-шетіне сәндік үшін, шыршаның бейнесін келтіру үшін укроптарымызды қойып аламыз. Сосын осындай бір алмамызды, негізі бір алма көп болады екен, мен жартысын ғана қолдандым. Теркадан өткізіп аламыз, сыртын қабығын алып қаласыздар, тек ішін ғана. Салатымыздың үшінші слойына орналастырамыз алмамызды. Сосын кішкене майонез. Теркадан өткізілген сырымызды саламыз. Майонезді жағып шығамыз үстінен. Салатымыздың бетін әрлеу үшін осындай 2 штук киви керек болады. Осылай ортасынан бөліп, жұқа-жұқа етіп кесіп аласыздар. Сосын оны салатымыздың бетінен тізбектеп қойып шығамыз, әдемілеп. Гранаттың осылай дәндерін бөліп аламыз да салатымыздың бетіне қойып шығамыз. Бұл как свеча ретінде тұрады. Бетінде әдемі сәнін ашып, көркін ашып, өте ерекше бейне береді. Міне салатымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Жасап көріп, комментарийға өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Енді екінші салатымызды дайындап көрсетемін. Өте дәмді, ерекше, сочный, бір жегеннен ғашық болатын салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын составын описание бөліміне жазып қоямын. Көріп тұрғаныңыздай осындай салатовый масло керек болады заправка жасауға, лимон. Өте күшті салат болады. Ал бастаймыз. Салатный листья алдын ала жуып, барлығын мен турап алғам дайындап. Ыдысымызға саламыз. Сосын көк пиязымызды кішкене үрлеп етіп тураймыз. Рокконы да сәл ірі етіп тураймыз. Ыдысымызға саламыз. Сосын бринза. Бринзаны да осылай үлкен кубиктер етіп тураймыз.
огурцыйды да үлкендеу кубиктер етіп турап аламыз. Помидорымызды да турап аламыз. Ортасынан 3-ке бөліп, осылай. Сосын цветной болгарский. Мен сары түсін қолдандым. Осылай әрәрет турасыздар оны да. Мен осылай жасыл зайтүнді пайдаландым. Ортасынан бір бөлесіздер. Өте ерекше дәм береді. Міндетті түрде қосыңыздар бұны да. Кішілеу бір лимонды алып, жартысын салатқа туырап жібересіздер дағын. Жарты қалған бөлігін салатқа осылай қосамыз. Оливковый масла қоямыз, тұз саламыз. Сосын араластырамыз жақсылап. Салатымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Рецепт ұнаса, міндетті түрде ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Менің арныма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.